Сәлем, қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Бізде бір өте қызық жағдай болып тұр. Қандай қызық екен білгілеріңізге соңына дейін қараңыздар. Біз жаңа папасы екеуміз, бөбе үшеуміз даладан прогулкадан келсек, үйде біздің дочалар, біз сендердің қыздарың емеспіз, ханшайымбыз дейді бізге. Ой, қалай? Әкесі, сен мына қызықты қара. Үйде дочалар, біз сендердің балаларың емеспіз, біз ханшайымбыз дейді. Соң қазір бәріміз бірге тамашалайық давай. Өздері айтпай ма, ханшайымбыз деп отыр. Ханшайымбыз дейді, біз сендердің қыздарың емеспіз дейді. Достар, бірге қазір көретін боламыз, бізбен бірге болыңыздар. Мінекей достар, мына қараңыздар. Біз ханшайымбыз дейді, екі ханшайым. Мынаны қараңыздар, қандай қызық. Мынаны қара. Біздің ханшайымдар ма? Қандай әдемі. Мынаны қараңыздар, көздері, шашына таққандары бәрі әдемі. Доча, сендерсіңдер ма? Қызым. Сендер біздің дочасың. Жоқ, біз ханшайымбыз. Біз ханшайымбыз дейді, достар, мынаны қараңыздар. Сендер қайдан келдіңдер? Патша өлмесінден. Патша өмірінен келдіңіздер ма? Мәссаған. Ол жақта барлығы ханшайым ба? Иә. Мынаны қараңыздар, біз екі ханшайымды. Қолындағы сақиналарын қарасаңыздар, қандай. Мынаны қараңыздар, біздің дәуірде бұндай жоқ еді ғой. Бұл қайдан келген ханшайымдар? Мәссаған. Мен Фатиха ханшайымбын. Мен Кәусар ханшайымбын. Қандай керемет. Біздің қызметтенсіңдер. Біз бүгін сендердің қызметтеріндеміз ба? Иә. Қалай сонда? Мына қызықты қараңыздар. Папасы Не бұйырасыңдар бізге? Мынаны қараңыздар. Балда маған кофе ал. Ой, кофе алып келеді, мынаны қараңыздар. Бұл қалай? Сіздердің заманда кофе болған ба не? Қой, бұл жұтпай орындайық қазір, әйтпесе бостан босқа сөз естіп, ренжітіп алсақ, одан да барып кофесін дайындайық. Жүр, әкесі кетті. Достар, мен екеуінің кофесін дайындадым. Екеуі ұрысып, ренжімей тұрғанда одан кофе апарып берейін. Қазір сөз естіп қалармын бәлкім. Одан да апарайын. Ханшайым, мінекей сіздің кофеңіз. Шуным, кофе емес қой. Балда маған су әкел. Айтқаныңыз болсын, ханшайым. Онда су алып келейік. Айтқаныңыз болсын. Мәссаған достар, жаңағы дайындаған кофе ұнамай қалды ханшайымдарға. Енді су алып кел дейді, су апара жатырмын. Ұнай ма, ұнамай ма, көрейік. Ұнамайды, апапста. Ой, айтқандарыңыз болсын, ханшайымдар, айтқандарыңыз болсын. Мәссаған, бұлар қашан біздің қызға айналар екен? Біз шаршап кеттік қызмет етіп. Су да ұнамайды, кофе де ұнамайды. Білмеймін, не істейміз отағасы, не қыламыз, қалай істейміз енді? Қазір күтейік олар. Тағы не бұйырарын бір Құдай біледі қазір. Бірге көрейік енді, тағы не айтар екен? Маған ыстық жел соғында. Ой, отағасы тап, жел соқтыр. Тезірек. Ұнап ма сіздерге ханшайымдар? Қызметші етіп қойды бұл екеуі. Мынаны қараңыздар, өздері не күлмейтін ханшайымдар екен таза. Жел соқтыр дейді бізге. Доға, жарықты өшір. Айтқаныңыз болсын. Жарықты өшір дейді, өшірейік. Ой, достар, бұл ханшайымдар ұрыспай тұрғаны светті жылдамырақ өшірейік. Өшір, әкесі өшір. Мынаны қараңыздар, бұлардың ханшайымның әлемінде осындай жарықтар бар екен. Мынаны қараңыздар, қандай әдемі. Светке қойыңдар. Әнекей, жасыл әлем болып кетті ғой бұл. Бұл қандай ғажап. Мынаны қараңыздар, қандай ханшайымдар. Аяғымды ұлқалаңыз. Мәссаған, папасын танымай тұр ма бұл ханшайым? Бұл біз танымай тұр, иә. Аяғымды уқала дейді, мынаны қараңыздар. Аяғым уқаладықсып қойды. Бұл екеуі қашан естерін жиып, өзіміздің қыз екен естеріне түсер екен. Өздерін ханшайымыз деп жүр. Бұл екеуі.
сол ма бірдеңе? Иә. Енді тағы не тапсырма берер екен? Айтпаңыз, ойбай. Бұларды үйді жалғыз қалдырмау керек еді бағана. Далаға шыққан. Әнекей. Достар, давайте бұл екеуін естеріне түсіру үшін светтердің бәрін өшіріп ұйықтатып көрейік. Мүмкін түнде ойлап ұйықтап қалар, сосын таңертең тұрғанда естеріне түсірер мүмкін. Сөйтейік, кеттік, солай істейік. Қазір екеуі бізге тағы айтпаса табыстырмалар беріп, есіміз шығарады ғой. Иә. Сіздер алыс жолдан келіңіздер, шаршаған боларсыздар. Мүмкін жатып ұйықтап аларсыздар. Сіздерге жастық салып берейін. Я. Кішкене сәлден ақ демалып алыңыздар, иә? Солай дұрыс болар. Мінекей достар, екеуін ұйықтаңыздар, демалып тынығыңыздар деп алдап ұйықтатып тастадым. Әйтпесе бізге маза болмайды. Мынаны қараңыздар, екеуін ұйықтап қалды қаншайымдар. Достар, осы жерден мен видеоны аяқтайын. Бұдан әрі тұрғаннан кейін есіне түсе ма жоқ па білгілеріңіз келсе, бізге тіркеліп, лайк басып, келесі бөлімді күтіңіздер. Мынаны қара. Жөті ғой.